Сәлеметсіздер ме, көкірегі ояу, білімі шыңдалған қазақ жұрты. Бұл сапасы орташа болған бейнебаянда алдыңғы өткен сабақтарда ұмыт болған қосымша әрі қажетті ақпараттарды қарастырып өтеміз. Ал біз өткен сабақта монополияны қарастырған едік. Сонымен, монополия ол ерекше тауардың немесе қызмет көрсетудің нарықта тек қана бір ғана сатушысының болуы болып табылады. Осы монополияны сипатына және пайда болу себептеріне байланысты келесідей түрлерге бөлуге болады. Біріншісі, табиғи монополия. Табиғи монополия дегеніміз сирек кездесетін және өндірілмейтін өндіріс факторларын, нақтырақ айтқанда табиғи ресурстарды иемденген жағдайда пайда болады. Оларға су, газ, тағысын тағы дүниелерді өндіретін және халыққа тарататын фирмалар жатады. Ал екіншісі ол жасанды монополия. Жасанды монополия фирмалардың бірігуі және келісуі нәтижесінде пайда болады. Бірдей өнім шығаратын әрі бір-бірімен жарысудан жалыққан компаниялар өзара келісімге келуі мүмкін. Біреуі сонда екіншісіне айтады екен: «Оу, бауырым, екеуміз осылай жарыса берсек, тауардың бағасы төмендей береді. Ал егер тауар бағасы төмендесе, екеуміздің қалтамыздағы ақша азая береді. Кел одан да екеуміз дуэт құрып, халық арасында монополист деген атаққа ие болайық. Бағаны өсіре береміз, өзімізде өсе береміз» деп жасанды монополия дүние есігін ашады. Одан әрине халықтың мазасы қашады. Ал үшіншісі кездейсоқ монополия. Бұл дегеніміз өз шеңберіндегі тұтынушылардың сұраныстарының артуы жағдайында пайда болады. Бұл енді түсінікті. Сіз бір Қазақстанда жоқ тауарды шетелден сатып келесіз, немесе бір ертегіге сенетін болсақ, сіз бір керемет тауарды ойлап табасыз. Немесе келесі бір ерекше бір қызмет түрін ойлап табасыз. Сөйтіп, Қазақстанда соны сатып жүресіз. Байқаусызда сіздің тауарыңызға немесе сіз әкелген қызмет түріне сұраныс күрт артып, монополист бола бастайсыз. Бірақ күндердің бір күнінде сіздің табысыңызға қызыққан азаматтар сізге конкурент бола бастайды. Сіз одан қашып құтыла алмайсыз. Енді монополияның пайда болуының басты себебі ол өндірістің және капиталдың шоғырлануы болып табылады. Ал шоғырланудың бірнеше бағыттары бар. Біріншісі көлденең, екіншісі тікелей, үшіншісі диверсификация, яғни әртараптандырылу. Көлденең деген сөз, көлденең шоғырланудың бағыты ол бір саладағы компаниялардың бірігуі немесе әлсіз кәсіпорындарды күшпен тартып алу болып табылады. Яғни көлденең сөзі ол горизонтально деген мағына береді. Екінші шоғырланудың бағыты ол тікелей. Бұл дегеніміз ортақ технология арқылы әртүрлі саладағы фирмалардың бірігуі болып табылады. Үшіншісі диверсификация. Бұл технология жағынан байланысы жоқ, әртүрлі саладағы фирмалардың бірігуі болып табылады. Енді монополияның ұйымдастыру формалары болады екен. Олар картель, синдикат, концерн және конгломерат. Аттары сондай қорқынышты, анықтамалары да кейбір жерлерде ұқсас, шетінен қарастырып өтуді бастайық. Картель дегеніміз не? Картель дегеніміз келісім шарт негізінде кәсіпорындардың бірігуінің формасы. Сонымен қатар картель ол бірдей өнім шығаратын, көрдіңіздер ме, мұнай өнім мысалға алдық, бірдей өнім шығаратын тәуелсіз кәсіпорындардың келісім шарттық одағы болып табылады. Картель мүшелері өздерінің өндірістік
әрі қаржылық еркіндіктерін сақтай отырып, келесідей шараларды жүзеге асыра алады. Біріншісі, өндірілген бірдей өнімдеріне бірдей баға қоя алады. Ғылыми тілмен айтқанда, бірдей баға құрылу саясатын анықтайды десек болады. Ал екіншісі, бір-бірімен технологиялық әрі патенттік жетістіктермен алмасады. Ал үшіншісі, тұтыну нарығында өз ықпалдарын арттырады. Бұл деген сөз қосымша бір сату орындарын ашу мүмкін, өздері біледі. Өз ықпалдарын арттырудың көптеген жолдары бар. Бірақ мұның мақсаты бізге анық. Ол ортақ мүдделерді сақтай отырып, пайданы табу болып табылады. Әрі сырттан келген ортақ бәсекелестік жауды жеңу болып табылады. Картель мүшелері арасында басшы болмайды. Олар бірдей деңгейдегі келісімшарт негізінде байланысатын болады. Енді мысал ретінде біз бұған ОПЕК ұйымын алсақ болады. Бұл мұнай экспорттайтын мемлекеттердің одағы. Осыған ұқсас Новые 7 сестер дегенде картель бар. Тағысындағы дүниелер осылай. Келесі синдикат. Синдикат дегеніміз бұл өндірістің арнайы бір саласында жүрген кәсіпорындардың бірігуі. Арнайы бір саласында жүрген кәсіпорындардың бірігуі. Бұл бірігудегі ерекшелік шикізат бүкіл өндірушілерге бір жерден сатып алынады. Және де өнімді бір жерден сатады. Бұл қалай болады? Шикізат қабылдау орталығы тұр. Көрдіңіз ғой? Мынау біздің заводтарымыз. Осы шикізат бір сату орталығына келіп түседі. Бұл шикізат одан кейін әртүрлі өндіріс орындарына таратылады, синдикат мүшелеріне. Және де бұл шикізаттан өндіріліп шыққан тауар бір өнім сату орталығы арқылы сатылады. Яғни синдикат мүшелерінде қаржылық еркіндік жойылады. Алайда өндірістік еркіндік өздерінде қалады. Мысалға, шикізатта бір орталықтан алып келді ғой, ал сол шикізатты қалай өңдейсіз, қандай технологияларды қолданасыз, қанша жұмысшы болады, қандай өзіңіздің бір керемет ноу-хау идеяларыңыз бар, өндірісті сіз өзіңіз басқарасыз. Бірақ қаржылық еркіндік болмайды. Енді келесі монополияның ұйымдастыру формаларын атап өтейік. Олар концерн және конгломерат. Концерн дегеніміз ол бірнеше компаниялардың заңды тұлғалық қасиеттерін сақтай отырып, сол компаниялардың біріктіру болып табылады. Бұл одақтың бір басқарушы компаниясы болады. Ал конгломерат дегеніміз ол монополистік бірлестік, диверсификацияланған, яғни әртараптандырылған корпорация болып табылады. Салалық және технологиялық белгілері бойынша әртүрлі болған кәсіпорындардың бірігуі осы конгломерат болып табылады. Және де айтып өтетін жағдай, бұл ірі компания ұсақ компаниялардың активтерін немесе контрольдік акция пакетін сатып алған жағдайларда да қалыптасады екен. Көбінесе сол жағдайда қалыптасады конгломераттар. Осымен сол тәмам дәріс. Осы дәрістің, сабақтың, мәтіннің электрондық нұсқалары керек болса, әрі осы презентация сізге керек болса, қоғамдық желіге, әлеуметтік желіге тіркелген осы сілтеме бойынша сіздер сол ақпаратты ала аласыздар. Сіздерге көп рахмет, сау болыңыздар.